Бізде қазір қандай ән хит болады, сондай әннің оны шығады артынан да. Қара кесек айтып жатыр ма солай? Айтып жатыр демеймін, айтқан дейді. Тастар ұшып жатыр да, короче, билеп жатсақ, деп бүйтіп өтеді, короче. И жалғастыра беру керек ана жақта андай. Мені бір концертке шақырды Ақтауда, Маңғыстау жұлдыздары деген. Осы жерде айтып өтейін, қаяқта камера қайда деп ше. Бізде білмеймін, андай көп көрдім. Кетеді ше. Алхам дейсің ғой хедлайнер деп ше. Для меня ол өзін уважать етпейтін адам да, ол біреуге күледі, біреуге әңгіме айтады. Сол нәрсені көтере алмай қалдым. И мен билегім келмейді. Салтанат айымен араларында не бар дерсің? Өзім әндер жазам, бірақ ешкімге көрсетпеймін ғой. Тығып тыңдаймын, туалетке барып тыңдаймын. Осыны не аласың ба сол кезде? Жоқ, шығармадым вообще. Айттым, жаздым, качеством түрін жаздым. жаздым. Негізі агрессивный емес қой, по идее. Сөйтіп, мен жақау тыңдап бастадым. Например, Садрадиннің бір әні шықса, мынанікі не махаббат, шірк. Мысалы мынау қазір стриминг платформалары көп қой негізі, Spotify бар, Apple Music бар. Бастап қой. Бастап Бәрі запись жүріп. Ресейдің ВК Music бар, Яндекс Music бар, ол Ресейдің площадкалары да, грубо говоря, мынау ТМД елдеріне жұмыс жасайды. Менде андай бір ой бар да, неге осы қазақша сондай музыкальный платформа шығармасқа? Оны кезінде деген ашқысы келді да? Ерболат Белгілхан ашқысы келді. Ол деген не ғой? Жасады ғой оны. Жасады ма? Просто ол жерде вовлеченность жоқ та адамдарда. Зачем саған егер Apple Music, Яндекс тұрса, ананы қолдану деген сияқты сұрақ болып кетеді да, ол үшін ол жерге басқа бір идеология тығу керек негізі. Жасап көрді, мысалы Ерболат ағаларымыз жасады, например, да. Но адамдарда андай не болған жоқ. Қызығушылық. Қатты қызығушылық болған жоқ, может быть, дұрыс подавать етпеді ма, білмеймін, заинтересовать ете алмады ма, бірақ маған идеясы ұнады. Себебі бұл қазақи нәрселердің жаңа каждый артистің өзінің несі бар, прямой контактта, прямой не ала алады, короче, связь ұстай алады, ол бетпе-бет жүздесе алады. Мысалы мен деген Appleмен бірге отырып, көзбе-көз сөйлесе алмаймын да, мен ана жерде отырып басқа мамандармен әңгіме ете аламын, чтобы ертең ол жерде отырып мен определенный сумма аламын да, одан да көп береді шығар, может, білмеймін. Себебі жаңағы Appleдің нелерін естігенде историяларын басында сөйтіп минимум бергенде, например, площадкілерде жаңа артистерге $1, $2, $3 деген сияқты болған, потом бар ол азайған деген сияқты бір историялар бар, интернеттен қарап көріңіздер. Мен ойлаймын, ана халық, біздің халықпен шыққан киноны телеграмнан тегін қарайды, өзінің кайфына ақша бармайды да. Біз әндерімізді де сатып алып тыңдайды. Бізде ондай мәдениет жоқ андай. Сен музыканы қайдан тыңдайсың? Мен ба сатып алып тыңдаймын. Сіз тоже сондай ма? Жоқ. Мен ВК-ны сатып алып тыңдаймын. Мен ВК-дан тыңдаймын. ВК сатып алып сатып алмаймын бірақ. Сохранить етіп ше. Мен музыка тыңдамаймын балда. Өзіміз түсінеміз ғой енді, айналысқасын ақша келеді да, басқаларда сен музыка тыңдағың келсе. Мен просто айналамда соны үйрету керек деп ойлаймын да. Иә. Платформаға ше. Мен квартирада балдардың бәрін жатқызып тастадым, например, Яндекс музыкаға ше. Яндекс музыка қалай, жалпы ыңғайлы ма? Күшті. Айна деген бір жоқ, енді ол деген басқаша деңгейдегі не ғой, уровеньдегі нәрселер ғой. Айна сондай ғой. Біз оны айтқанмен, талқылағанмен, оны жалпы жасауға болады деп ойлаймын мен. Жасауға болады. Өзіңе бастау керек деп тұрмын да соны ше. Жасауға болады әрине. Мне кажется, ол жобаны жасайтын болса, андай бір патриотизммен алып шығуға болады деп ойлаймын. Мен мынандай мысал келтірейінші, брат, мысалы стрим бар ғой, TikTokта стрим. Сол жақта мысалы стримерлер бар ғой, көптеген қазақша стримерлер аудитория жинаған. Соларға мысалы осы өзінің қарапайым қазақтар донат лақтырады ғой. Оны бір жағынан біз бағана айтып жатырмық қой, андай онда мәдениет жоқ дейін десек, бір жағынан, бірақ мысалы живой мысал бар, TikTok бар. Сен брат донат жасап көрдің, донат беріп көрдің бе? Жоқ, мен бермегенмін, жалпы бар ғой сондай адамдар. Дана өзін мен авторым, мен қолдайын, маған ол несі ұнайды деп. Неге сол нені соны мысалы музыкаға қолданбасқа, мысалы мына мен сүйікті орындау үшін мен оны донат етемін деп. Андай нәрсе ғой, брат, мен донат етіп көрдім. Иә. TikTokта отырып. И мен анандай әсер алдым да, что ол менің атымды атайды, и внимание қалап тұрады. Минимальный мен не алдым да, короче. Удовольствие алдым да, зато қандай бір менің атымды айтты, вау. И сондай нәрсені потребить етіп жатқан адамдар көп та, который менің атымды айтып жатыр, ол мені біледі. Ертең ана донат алып жатқан адамның өзі да өзінің TikTok-ына салып қояды, рахмет, анау мынау бірдеңе. Иә. Значит, ол жерде өзінің алатын нәрсесі бар да, жаңағы донат етіп жатқан адамның да. И бұл жерде ол не ала алады деген сұрақ қой, ол жерден құр патриотизмге тығып тастап, тағысын тағы нәрсені істейтін болсақ, көбісі оған бара бермейді. Барлығы бірдей, жаңағыдай сен ойлағандай ойламайды, мен ойлағандай ойламайды да. Әр адам бір выгода іздейді, какой-то ләззат алғысы келеді деген әңгіме ғой. Сондықтан да ол нәрсеге жету үшін ол басқа деңгейге
обращаться ету керек деп ойлаймын негізінен. Не только жаңа энтузиасттар, жаңа Ерболат ағамыз сияқты, тағысы сияқты, олар ішкі дүниесімен қалады, осындай болса екен деп, осындай нәрселерден ниеті сондай болды да. Егер де біз үкіметтен деп жатырмын ғой. Егер де біз жаңа правительственный темалармен, мысалы Корея елдерінде үкіметпен бірге жұмыс жасайды. Мысалы BTS деген группаларда, например, олар түсінеді, что осы арқылы біз мәдениетіміз бен культурамызды тасымалдаймыз өзге елдерге деген сияқты. Сол арқылы, мысалы менде интерес бар Кореяға барып қайтуға, көруге, не болып жатыр ол жақта деген сияқты. Сондай нәрсе бар. Егер назар аударатын болса, бізге үкіметтегі ағаларымыз тағысын тағы бұл нәрсені бір үлкен құрал ретінде қолданса да, бір үлесін қосады, қаншама бюджет бөлініп жатыр деген сияқты. Егер де сол нәрсеге атсалып берілетін нәрселер болса, бар адамдар, которые айналысатын олмен. Ол үлкен жұмыс та үлкен. Не? Енді Алхамға сұрақтар қояйық. Менде сұрақтарым бар еді Алхамға. Жалпы мынау комментарийде адамдар жазады, мынау дауысы қара кесекке ұқсайды, қара кесектің стилі, қара кесекке еліктейді деген сондай комментарийлер жазады. Көп емес, но арасында сондай жазады. Соған жалпы қалай жауап берер едің өзің? Білмеймін. Жауап бергенмін алдында бұны бір сұхбатқа барған кезде. Мен енді қара кесекке білмеймін, еліктемеймін десем ақталғаным болып кетеді. Мен 2012-де, 2013-де мен вообще енді әндер жазып бастап жатқан кезінде мен кішкентай кезімнен айтамын өлеңді. Мен өзімнің 3-4 әнімді шығарып болғаннан кейін барып мен қара кесек деген әншіні таныдым. Сол уақыттарда шыққан кездер. Түңілме, аспанның жарлығы дейтін әндері шықты. Маған ұнайды, творчествосы қатты. Кеше біздің студияда жүрдік. Сол кезде әндер жасаймыз бірге. И оның потенциалы бөлек та негізі Алхамның. Потому что өзіндік вайбы бар, который әлі көрсеткен жоқ. И беретін нәрселер көп негізінде. Сондықтан да бұл жерде қара кесекке ұқсауы бірдеңесе деген сияқты бұл керісінше жақсы нәрсе. Негізінде жақсы нәрсе, что егер де сен салыстырып жатса, демек сен оның өруіндегі белгілі бір аудиторияға назарың бұрылды былай келген кезде. Ал егер сен дальше больше мен көрген нәрселерді жасайтын болсаң алдағы уақытта, уже нағыз Алхам, оказывается мындай екен ғой деген сияқты ойлар қалыптастырылады. Мен маған андай ой келді. Маған 4-5 рет сондай комментарийлер келгеннен кейін мен ойландым да, неге адамдар сөйтіп ойлайды екен? На самом деле олай емес қой деп ойладым, қарап отырсам, мен былай не қабылдадым, былай түсіндім. Например, мен қазір сен үстінде толстовканы, например, да. Мен бұрыннан бері киіп жүрмін да, братан. Сенен бұрын мен киіп бастадым, или екеуміз киіп бастадық да. Сен халықтың алдына бірінші шығып кетсең, мен сенен кейін өзім толстовкамды киіп шықсам, бәрі айтады, сен анаған қарап киіп жүрсің. Сен мынаның толстовкасын киіп жүрсің. Ал егер керісінше болса, маған айтады, саған айтады, сен Алхамдікін киіп жүрсің дейді. Сонда да халыққа оны адамдарға түсіндіре алмайсың да оны ше. Үйтіп каждыйын айтып отыра алмайсың, сол үшін білмеймін оған. Бірақ негізі андай мен бір оқиға айтып берейін, бір андай восприятие деген нәрсе болады да, адамдарда мысалы мен бір рет ініммен көлігінде отырып, бір өлең қосып жатыр да. Сол Жоламан екеуің бірлескен әнін қосты, фитті қосты. Мынау мен оны бірінші рет естідім да, өзі былай естімеппін. Соны інімнен сұрап, мына кім айтып жатыр десем, ол айтады, қара кесек айтып жатыр, қара кесектің өлеңі ғой дейді. Сөйтсем Жоламанның парты кетіп жатыр. Мен көрсеші әннің атын десем, сөйтсем Жоламан фит Алхам деп тұр да, мысалы. Сон или халық солай ұқсата ма бір жағынан? Ұқсататын шығар, енді білмеймін мен. Бір жерден оны айтып кеткен әңгіме, білмеймін. Дауыстары. Мен еліктедім, Қайрат Нұртасқа еліктедім. Мен Қайрат Нұртасқа қатты еліктедім. Бірақ енді білмеймін. Өзімнің құрдастарыма, шашың ауымайды өзің. Өзімнің андай құрдастарыма, өзімнен 1-2 жас үлкен жігіттерге Құдай сақтасын, мен ондай еліктеуден. Еліктесем үлкен ағаларға еліктеген шығармын. Мындай әңгіме бар да мына жерде енді. Ешкімге енді хейт дизреспект емес, жалпы өзім восприятием тоже. Акимич деген әнші бар ғой. Сол шыққаннан кейін мен уже мен білмеймін, Алхам қара кесекке еліктейді деп айтамын. Мне кажется, Акимичке более ұқсайды қара кесектің стиліне деп ойлаймын. Мен өзім восприятием. Сіз бұрыннан білесіз ба, Акимич осы жақында шықты ғой? 1 жылдай бұрында. Уже болған жоқ шығар. Мен
енді екеуміз почти бірге шығып келатырық қой. иә Даже маған прикинь, біреулер айтады, сенің там дауысың Акимешке ұқсайды дейді. сондай Сондай да, видишь, сенен кейін шықты. адамдар менен кейін шығып тұр ғой. вот это проблема восприятия ғой уже. жоқ енді әр адам өзінің слушателі бар ғой, Дауысына ұқсағанына байланысты айта беретін болып тұр. меломандар бар, которые тыңдайтын, ананы тыңдайтын. Жақсылап дұрыстап тыңдайтын болсаң, сен уже ажырата бастайсың, кімнен кімге тағысын тағы деген сияқты. Егер сен увлекаться етсең, жаңағы звуктарға тағысында ананы тыңдай бастасаң, ананы тыңдай, әр адамның беретін месседжі басқаша, әртүрлі. Мысалы мен оны да тыңдадым, Алхамды да тыңдадым, Қаракесекті тыңдадым, и үш түрлі адам. Мысалы былай қарап отырсаң, соқыр болмасаң просто видеосын қара деген әңгіме ғой, өзіңе байланысты. Егер сен кім екенін білгің келсе, звучание сен шазамды қосып қой, егер миың жетпесе. Бізде братан қазір андай ғой, видишь, бізде ол әңгіме, ол комментарийлер не үшін көбейіп кетті, потому что бізде қазір қандай ән хит болады, сондай әннің оны шығады артынан да. ұқсатып. Например, Садрадиннің бір әні шықса, Садрадинге 10 ән шығады артынан ше. Мен де ән сатамын ғой. Садрадин тайп бит деп па? Мен де ән сатамын, мен де ән жазып сатамын, маған ән сата алатындар айтады, Садрадиндікін де ән жазып берші дейді. Мен айтамын, бауырым деймін да, ол мен жазып беремін, базар жоқ, бірақ бауырым мен тек Қаракесек сияқты әндер жаза аламын деп па? Қаракесек сияқты, Акимеш сияқты жазып бере аламын. Әзіл. Ну, Садрадин сияқты жазып бере аламын, бірақ бауырым керек емес деп түсіндіріп айтамын да. Заттектікінде шығып кетеді, бірақ ол сенікі хит болмауы мүмкін, ол деймін да, сен қазір просто временно анау хитқа қарап. Музыкада оригинальность болу керек қой жалпы. ана өз-өзінің стилін таба алмай жүргенде біреудің атып жатқанын көреді да, атып жатқан сонымен басады ғой. Алдыңғы подкастта айттың ғой сен, типа не айтып отырдың, алдыңғы подкастта айттың, что бәрі типа тренд қуып не деген сияқты бір звучанияны алып қайталанып жатыр деп жатсың ғой, типа. И адамдар да сол нәрсені чух етіп қойған ғой просто. И егер мынандай ән болса, ол значит залетит, ол бүйтеді, өтеді деген сияқты оймен, например, маған да сол әңгімені айтады, жаңағы автор ретінде, енді мен ән жазамын, не істеймін деймін, маған да хабарласады, Садрадиндікіндей, там, Калифорнияндікіндей ән жазып берші маған дейді да. Кім в тренде, они просто в тренде өмір сүріп жатыр да. Кім в тренде, солай істегісі келеді. И бір күні мен аламын да, ана жігітке айтамын, мне осындай ән бар, наподобие, короче, деген сияқты, потому что мен көптеген әндерді бүйтіп ананы тыңдаймын, ұйқас тұрамын да, білемін, ана потребностьін жазып берем сондай әнді, Садрадиндікіндей. Тұрады да, брат, но Садрадиндікі емес қой деген сияқты айтады. Енді мен саған Садрадин даусымен айтамын ба деген әңгіме ғой. Получается, сен өзің жасау керексің да әрі қарай. Мен саған оның месседжін, идеологиясын қалай айтылып жатқанын беріп тұрмын, короче. Енді сен оны дальше алып кету өзіңнің байланысты деген әңгіме. Опыт жоқ адамдар сияқты осыған жазып отқан. Осы әңгіме қатысты бір әңгіме бар. Мен бір рет андай гострайтинг жасағам тоже. Бір таныс бала шыққан еді осындай. Өлең жазғым келіп жатыр, бір гештальтым қалып қойған баяғыда деп рэп оқыған бала ғой. И мен оның басында айтты, ол қазір кәсіппен айналысады да өзі. Кәсібі жүріп жатыр, мен айтамын да, саған не қыласың музыканы деймін, зачем уақыт толып? Жоқ, менде гештальт жабу керек дейді. Сонымен жарайды, көрейік дедім, ақшасын келістім. Сонымен тұрады да ол маған осындай 91-ның стилінде керек, Калифорния стилінде осындай нелер жіберіп жатыр, ну типа референсті жіберіп. Мен ол баланы танимын, оның, ну, грубо говоря, андай способность. Скиллын білесің. Я, скиллын білемін да, патологын білемін ол. Мен айттым да, сен бұны айта алмайсың ғой, айтқанда да осыған жараспайды, ол органично көрінбейді дедім да. Неестественно. Я, мен алдым да ондай попроще ән жазып бердім да оған. Попроще анда қарапайым лирика, ну тоже әдемі несімен мотивпен жазып бердім. Сондай мәселеде ол көбісі жазады, там айтып жатсың сенде Садрадин стилінде, анан стилінде. Бірақ ол жерде мәселе, ол сен жарайды оны жазып бересің, а ол оны орындап шыға ала ма? Ол сахнада ол қалай болады ертең, ол органично көріне ма жалпы, оның образына келе ма деген әңгіме ғой ол жерде. Ойламай тұр ғой оны. Енді ондай адамдар көп қой, каждый өз таңдау жасайды, каждый ойланады. И сөйтіп тәжірибе алмасады да, и дальше өзінде болады. Мысалы, мен де ән жазып бастаған кезде мен сразу өзім стилін тапқан жоқпын. Мен деген біреуге еліктедім, например, Эминемнің өлеңдерін тыңдадым да, таба бірдеңе деп өтірік бірдеңе жазасың да, там шыңғыстардың әндерін тыңдайсың, жақаулардың әндерін тыңдайсың да, содағы анандай агрессияны алып алдым, например, да, диафрагманы ұстап алдым кәдімгідей, сондай нәрсе алып алдым. Вот мен жақауды көп тыңдадым солай. Хардкор, сондай нәрсені тыңдап, бірақ это мне помогло, чтобы стать сейчас музыкантом, да. Осы уақытта мен музыкант болу үшін
ол нәрседен өттім. Может ол адамдарда да бағана сен айттың что маған жаздым бүйттім сөйттім деп сен де бір тәжірибе іздеп жүрдің да хотел что-то взять и сөйтіп сен ол уақытта жүрген жоқсың қазір сен мынандай уақытта жүрсің да и ол адамдарда сол деңгейде да қазір көтеріледі да потом есіне алады мен баяғыда мындай нәрсе істедім қазір мындай нәрсе деген. Сол темада мен бір қазір енді есейген екен түсінгенім что не жоқ андай екен қалай ешқандай ненің секрет жоқ ешқандай не жоқ андай жоқ типа сен мынаны істесең сен мынаған жетесің деген әңгіме жоқ әркімде ешқандай не жоқ ешқандай не жоқ ешнәрсе не жоқ биыл да жоқ тым жоқ ешқандай не жоқ ешқандай не жоқ месседж в чем что андай да определенный нелер жоқ шагтар сен мынаны істесең мындай болады деген жоқ та әркімде индивидуально и әркім өзінің примерында өзі сүрініп құлап өзі түсіну керек өзінің тәжірибесін өзінің шкурасында түсіну керек иә сол или андай да былайша айтқанда өз аяқ киіммен сол жолды жүру керек та сөйтсе түсінемін. Енді Алқам қара кесекпен фит бола ма жалпы? жоқ жуырда вообще не болды ма? Неге болмайды? Келісімшартта сөйлескен кездер болды ма? Короче, білмеймін, шын өтірігін білмеймін, иә, өткенде бір менде телеграм каналым бар. Соған мен бір әннің демкасын салғам студияда просто 30 секундтай. Астына жазады ғой адамдар. Чат ашып алады өздері, короче. Сөйтіп 2-3 адам сұраған, фит бола ма қара кесекпен деп. Сосын бір кісі, короче, видеосын қара кесектің прямой эфирін ба бірдеңесін жіберіп жүрген. Типа Алқаммен ешқашан фит болмайды деген ше. Неге? Білмеймін, біреу сөйтіп сұр. Немен өтірікшін білмеймін. Сөйтіп жіберген деді та просто. Қара кесек айтып жатыр ма солай? Айтып жатыр демеймін, айтқан дейді. Якобы білмеймін. Ойындататын болып тұр ғой. Сен Алқамға ұқсайсың деп айтатын. Сол үшін мен бұрыннан бері айтамын, потому что тем более екеумі ұқсататыннан болғаннан кейін менде тоже. Жоқ, мен ойлаймын ғой, егер фит болса сен нүктесін қойып бересің да мынау қара кесек, мынау мен деген. Я не хочу нүкте, не үшін мен нүкте қоюым керек. Жоқ, просто мен ойлаймын, что ертең фит болған жағдайдың өзінде де әңгіме көп кетіп қала ма деп ше. Қандай әңгіме? Алқам өзі жазайық деп жазып алды деген сияқты. Әйтеуір жазыпты ғой. Әйтеуір қол жеткізіпті ғой деген сияқты. Поэтому маған керек емес. Жете алмай жүрген кіші ма, типа? Типа мен как будто бір жете алмай жүрген. Андай бір әңгіме бар да, енді бір стереотип па білмеймін мен жалпы. Шын өтірігін білмеймін, жалпы мынау Ақтауда өнер жолында жүрген адамдарды қатты қолдай бермейді деп деген әңгіме бар да. Ақтаудан сол қалай рас па, өтірік па? Қолдамайды деп айта алмаймын, қолдайды. Бірақ андай мен именно өзімнің басымнан өтіп жатқан нәрселерді айтатын болсам, Ақтауда Құдайға шүкір жасап жатыр қаламызда. Өзіміздің қай жерге барсақ та Ақтаудікімін, Ақтаудан да осындай балалар шығып жатыр деп өзіміздің Ақтауымызды көрсетіп жүрік қой. Енді мен кішкене өкпем да ол ше. Лично өзімнің андай бір концерттер, бір-бірлері болса шыққың келеді, өзіңнің қалаңа болшы. Мен даже өнерді бастаған кезде, өнерді мен қойшы, музыканы бастаған кезде, өнер жолына келген. Музыканы бастап жатқан кезде мен сөз бергем ше, мен өзімнің қалама никогда гонорар айтпаймын деп ше. Өзімнің қаламда мен любой концертте, короче, тегін Ақтауда деп. Бірақ андай бір шаруа болып қалады, жаңағы концерттер болады, не болады. Білмеймін, почему-то жаңағындай филармонияның адамдары жүреді, өзі жоқ жүре берсін енді. Тойда өлең айтатын әншілер жүреді. Кілең жандай танысы бар, сол жерде айналасында танысы барлар ғана жүреді да. Солар ғана шыға ма? Солар ғана шығады. Жаңағы қала күні болса да, қандай мереке болса да. Ол не мәселе сонда қолдағысы келмей ме или аяқтан шала ма? Келмейтінін білмеймін да. Мынандай жағдайда болды бізде тоже. Мені бір концертке шақырды Ақтауда, Маңғыстау жұлдыздары деген. Осы жерде айтып өтейін, қаяқта камера қайда деп ше. Бойын айта бер. Сол жерге шақырды. Мен гонорар айтқанмын ол жерге ше. Все, осындай сумма бересіңдер, мен барам. Маған ол жерде как хедлайнер дей ма? Қалай айтады? Сондай болып келесің деді да. Сосын мен айттым, хорошо, бірақ гонорар төлейсіздер по-любому. Сосын олар мені уговорить етті, короче, давай біз больше концерттер жасаймыз Ақтауда. И сені келесі жылда тағы шақырамыз Маңғыстау жұлдыздарына. И қандай концертте болса шақырып тұрамыз дейді. Мен енді ладно деп, короче, барғам ғой. Қазақилыққа салынып. Тем более өзіміз бауырлар, ағалар болады деп. Бесплатно барып бердім. Бесплатно бардым, и маған ол жаңа жылға қарсы ғой. Ол кезге заказдар келді еще ше. Мен алған жоқпын ешқайсысын. Анаған баратын болғаннан кейін. Қашан болды ол жағдай? Ол алдыңғы жыл, кажется. 2023-те болды.
бардым, и 24-те тағы сол ұйымдастырушылар тағы ұйымдастырған, и осы жолы жоқ та, уже басқа. жоқ бардың ғой, қалай өтті, нормально өтті ма концерт? Жаман өткен жоқ қой деймін, андай бір бізде білмеймін, андай көп көрдім. Кетеді ше. Маңғыстау жұлдыздарын қара, Керлайнерді қара. баяғы ана рэпер деген сияқты әлі бар ма ауылдағыдай? Бізде сол өзіміздің Ақтаудың бір кейбір әншілері бар, кейбір тамадалары бар, сол жерде жүрген да, жаңағы ресторанда жүр ғой, байқайсың ғой бәрін. Ақтаудан Бір-біріне бүйтіп андай өсек сияқталып айтады да, кейбіреулері да. Не осында ол көре алмаушылық па? Көре алмаушылық деп айта алмаймын, просто прикол ұстағысы келетін шығар, білмеймін да. Не істейді типа деген сияқты. Внимание жетпейді ше, алхамның внимание. Хедлайнер. қандай болды? Алхам дейсің ғой, хедлайнер деп ше. сен ана айтып ол отқан анау жоқ қолдамаймын, наоборот деймін да, мен түсінбеймін бұл. Ондай болмай тұр ғой, грубо говоря, Ақтаудың атын шығарып жүрсің ғой тоже, мен Ақтаудамын деп. Енді болмай тұр ғой енді қайтесің. сен жаңа айтып отқан әңгімелеріңде тоже көп артистердің басында өткен нәрсе негізі. Былай қарап отырсаң, наоборот, мне кажется, опыт та ол, күшті опыт. Иә, конечно. Күшті опыт, который саған айтып жатса, не ана қара бірде бізге баяғыда Благодаря выступать етіп жатқан кезде тас лақтырған, короче. 5 бала енді ол жерде енді түсінуге де болады, ол адамдар Тас лақтырған қашан сахнаға, короче, балқашта либо жезқазғанда ма ұмытып қалдым, Кюп-поп кезінде ма? Кюп-поп кезінде Благодаря выступать етіп жатыр. И ол жерде билейсің, короче, и өлең айтасың, живем. Еще бізде бэк-вокал жоқ та ана неде. Бәрін өзіміз жасайтынбыз. Монитор бар ма? Монитор, микрофон бар десең же. Сол жерде айтып жатыр, бір кезде бүйтіп жігіттер тоғылып тұрды ар жағында. 2017 жыл, қателеспесем. Андай тастар ұшып жатыр да, короче, билеп жатсақ, фук деп бүйтіп өтеді, короче. И жалғастыра беру керек ана жақта андай. Басқа тимесе екен, баклашка ұшып жатыр, бірдеңе ұшып жатыр. Но мен іштей жынданып тұрмын да, ар жағынан боқтап жатыр, бірдеңесі істеп жатыр. И мен ішіме андай өкпем болып қалды да, андай. Неужели сендер осындай бізді не деп ойлап отырсыңдар, типа, біз деген творчество не істеп тасымалдаймыз, қазақ тілін дамытамыз, мировойға шыққымыз келеді, сондай мысльмен жүрік та, короче. И сондай нәрсе істеп жатқан бір жағынан қарнымды аштыратын нәрсе болады. Но уақыт өте келе мен ойланамын да қазір, что ол адамдарға мен ешқандай өкпем жоқ, ренішім жоқ. Мен оны отпустил, короче. И всегда сондай болу керек та, андай кім қандай жасаса ол оныкі, короче. Егер мен оныкін таскат етіп жүретін болсам, маған қиын да ол. Мен өмірі сол нәрсемен ойланамын, анау маған бүйтті, анау маған сөйтті деген сияқты. И вот сондықтан да кім не жасаса да, не істесе да ол өзінің деңгейінде жасайды. Өзінің тарелкасында қойып қою керек қой сол аяғында. Жоқ, енді әр адам өзінің деңгейін көрсетеді ғой, қандай жерде де ше. Например, бір өзін білімді, өзін күшті, өзін уважать ететін адам, ол басқа біреудің де мнениесін, басқа біреудің де жұмысын уважать ету керек та. Для меня ол өзін уважать етпейтін адам да, ол біреуге күледі, біреуге әңгіме айтады. Даже сондай нәрселер болады ғой. Жалпы сен ана кезінде Благодарда болдың ғой енді. Шалқарда екенін білеміз, Шалқар енді қандай жер екенін білесің. Сол уақыттарда ауылға бармай жүрдің бе? Шаш бояп жүргенде әлде мынандай ситуация қараға бояп барып жүрдің? Мынандай ситуация болды. Біз сол творчествомен айналысқан кезде, да, группамен істеген кезде біз түсіндік уже қандай реакция болатынын. Алдын ала білдік. Бізде дайын болдық. Прямой мақсат конкуренция жасау Найнчуанға болды. Яғни біз Тико екеуміз отырдық та. Описание, конкуренция Найнчуанға дейсің ғой. Группа құру керек, бүйту керек деп ол Блэкстармен ауырып жүрді, не істеп жүрді. И бір уақытта давай хайповать етіп кетті жестко. Почему бы нет деп. Өйткені олар Нурик Смит екеуі тоже бірге келді. Нурик Смит пен Тико анда блогер болды ғой енді. И екеуі бір-біріне хейт ететіп, андай адамдарға интерес қойып алды да, жаңағы сендердің әңгімелерің ғой, типа рухвайтинг тағасында бір-біріне интерес қойып алды да. Тико алды да Смиттің аудиториясын алып алды. Смит барды да Тиконың аудиториясын алып алды. Бұл жерде ешкім минусқа кеткен жоқ, на самом деле. И сол нәрсемен идеологиямен келді. Давай онда біз Найнчуанға келе алатын, соперничество жасайтын группа жасайық, короче. Бәрін өзіміз жасадық. Мысалы, продюсер Ербол Жеделхан інісі ғой да? Да, ол жерде еще інісі дейсің ғой продюсер. Ол жерде анандай тема болды, короче. Біз не только ол жерде тұрған 5 бала болды да, ол жерде біз 10 шақты бала болды, короче. Біз кастинг жасадық. Парасат Ибраев деген ағамыз, бауырымыз бар, который Құлсарынікі жайдарманға қатысқан и так далее. Көптеген клиптер түсірді. Сол уақытта ол жарып атты, Алоны түсіріп атты, жаңағы Ерке Есмахан мен кімге
сол уақытта не істеп жатқан, біз оған бардық та идеямызды айтамыз, осындай тема бар, короче, бүйтейік сөйтейік, мен ән жазам, Чико маркетинг жағын, ютуб жағын дамытады, бүйтеді сөйтеді, и давай дейді да әнді көрсетеміз, и әнді тыңдайды да ол качать етіп қояды, давай онда кастинг жасайық дейді. Кенжик келеді Шымкенттен мамасымен, Арсеналин қазіргі. Рэй келеді, тоже Алматыда жүріп кастинг істеп. Астанадан 2-3 жігіт келеді. Бұл қай жылы, брат? Это был 17-й год, 16-й год, 16-й жыл 91 жарып атқан уақыттары, короче. Сөйтіп бізде цель болды да, чтобы сондай сахнаға шығу керек, бүйту керек деп. И бір келісімдерге келмей қалды балдар, в общем. Атыраудан бір бала келді, не келді. И көбісі біразы қайтып кетті, и қалғандарымыз басқа продюсерға барды, короче. Жалпы негізі сенде андай былай в теории сонда мүмкіндік болды ма негізі, мысалы 91-ға сені мысалы алуға мүмкін болатын еді. Ол жерде анандай ғой, өте мықты психолог қой, кім, Ерболат ағамыз. Адамға күшті үміт береді, сен расслабляться етесің потом. Деген сияқты көп мақтайды да, например, сен бүйттің сөйттің деп, и уже бұл да бір определенный сол уақытта кезеңдегі сынақта, например. И реакциясын көреді. И мен алдында чуть-чуть сдулся, короче. В один момент. Саған сонда мотивация берді ма? Маған мотивация берді, я сказал, вау, мен таңғалып отырмын, тағысын тағы деген да. А мен сондай реакцияны жақсы көремін да. И сол нәрсені көтере алмай қалдым. И мен билегім келмейді. Би деген не мое на самом деле. Мен прямо жаным не істей алмайды да, өз-өзімді сындырам, короче, өз-өзім сындырам. И ол жерде не только... Танцевальная пауза, еско билейді қазір. Нарға тұрып билеп тастасам. Балет. И менде ондай не жоқ. Алған брейк айдалды. Мен де билей алам деп. Жалғастырып тек, сондай болды. Финалға дейін бардық. Финалда өтпей қалды біраз адам. Мен өтпей қалдым, тағы бәрі өтті. И мен білген жоқпын, что дальше кастинг болатын. Тағы балдар үйде тұрады, тағысында уже адами факторда тексереді. Түсінесіңдер ма? Почему? Бір топта взаимодействовать ете алады ма бір-бірімен деген де ма? Адами факторларды қарайды. Сен қанша жылда, енді мен потом түсіндім да, Black Dial құрылған кезде да, каждый адам по-своему тұлға, әр адамның өзінің личность қой, по идее келген кезде. Сенің өзің мировоззрениең бар, и мен соның барын лидер ретінде маған задача болды да, бір идеологияны беретін. Тико екеумізде осындай идеология болды, давай жігіттер бүйтейік, сөйтейік, істейік, мировойға шығайық, осындай мақсат болды бізде. Бүйтейік, потому что мен ар жақта әңгімелерді біразын естідім да, қалай болуға болады, қалай не істеуге болады, мүмкіндік бар, сондай жасауға болады. Неге істемеске деген әңгіме. Неге соны жасамасқа? Осындай болды. Сұрақ қойшы, мына Q-pop деген бұрын нормальный келатты ғой осы. Негізі жойылып біткені, не соңып қалғаны карантин әсер етті деймін да. Яғни неге өліп қалды? Жалпы негізі Q-pop деген түсінікті алатын болсақ, Q-pop бұл қазақша поп деген сөз ғой. Мысалы сен қазақша поп, сенікі де Q-pop на самом деле. Ананікі де Q-pop. Кім жасап жатса да қазақша поп. Отрицание лишь тек қана визуально. Отрицание сен визуально өресің, потому что сенің менталитетіңе жат нәрсе, шашты бояған, киімдерсің, сырғасы бар, анау-мынау деген сияқты. Но мен оған лично творчество ретінде қарадым да, мен мақсатым уровеньді көтеру, я хочу туда деген сияқты. Мен мировойға шыққым келеді, бүйткім келеді деген, потому что бізде осындай мозговой штурм болды да, әңгімен былай істеу керек, бүйту керек, қазір мынандай бар деген. И в один момент карантин келді, сөзіңнің растығы бәрін өлтіріп тастады. Карантин қалай пайда болды? Бәрінде арна басталып кетті. Бәрі блогер болып кетті, бәрі өз-өздеріне күнкөріс басталып кетті. Үйде жатып не істейсің, например? Видео түсіреді, бүйтеді, сөйтеді, анау ахват алып кетті, интересно болып кетті. Хаосқа кіріп кеткендер бар да? Хаос ашып алып кіріп кеткендер. Хаостар да. Сол кезде өзі TikTok енді пайда болып жатты. И біздің жасап жатқан нәрсеміз кейінгі планға қалып қойды, потому что бізді поддерживать ететін адамдардың өзінде басқаша интерестер пайда болды негізі. Мен даже шаш бояп жүрді да, жаңа сен айтып жатсың ғой, ауылға бардым. Потому что маған мен шыққан уақытта бір жақын туысымызда маған хат келеді. Мен андай простушка телефон ұстап жүрмін ол уақытта. Сен әкемнің атын айтады, соның баласы емес, сен иттің баласы екенсің деген сияқты. Осындай әңгіме келеді. Сендер бояғанда ма? Сен неге сол уақытта сен дүниеге типа қатты айтылған әңгіме болды да. Мен оны білем кім екенін. Но мен жаныма батты да. Не то, что басқа қазақтың адамдары да, менің туысым осындай айтып жатса, ана сөздер маған ештеңе емес, айтылған әңгімелер.
потом барып достарымнан естимін, анау мындай болып кетті, бүйтіп кетіп сөйтіп кетті деген сияқты. И тупо алам да шашымды бояймын да ауылға басам. Кәдімгі цветноймен. Да, цветноймен каждый үйіне барып қайтамын просто. Қалайсыңдар жігіттер, амансыңдар ма, что там деген сияқты. Специальный ма? Специальный емес. Баяғы әңгіме жоқ дейсің. Жоқ, енді бір уақыт болады, кездесіп ауылға барып қайту керек, үй ішіңе барып қайту керек деген сияқты. Мен каждый естіген адамның үйіне барам, общаться етем, кездесем, общий кругта тұрам. И сол кезде анандай нәрсе да біздің қазақтардың демей-ақ қойын, бір көпшілік ойлардың анандай нәрсесі бар. Еріп кете ме? Артқа тартушылық нәрсе бар да, ерме бар, ерме. Егер менің ішімдегі ниетімді, несемді білмесеңдер, менің мақсатымды білмесеңдер, оған тон пішудің қажеті жоқ. Ананы айтып, мен де естимін ғой, мен де адам болса. Мен просто тупо барып қайттым, может, мен ұрат шығар, может, осы үшін да, например. Может, осы сөзді маған битім етеді шығар. Мен барам, что там, қалай жігіттер? И типа, о, брат, қалай жағдай, біз сен телевизорден көріп аттағысын тағы деген сияқты әңгімелер болды, например, да. Мен басқаша ожидание, что там деген сияқты да. Не болып жатыр. И сосын маған қойды, ешкі амауың не, анау бірдеңесе бүйтшіш, сөйтшіш деген сияқты. Мен айтамын, жігіттер, бұл менің творчеством, баяғыдан білесіңдер, мен мектептен кезде айналысып жүрмін, анау мынау деген сияқты әңгімелер бар да, например. Образ дейсің. Образ бар, не бар, соған шайменде балдар жақындарымыз болғаннан түсіндіріп айтасың ғой. Содан кейін барып түсінеді да, брат, ана 91-дар қандай деген сияқты сұрақ қояды. Бізге рисковый парень екенсің кәдімгі шашын бояп. Енді бұл жерде не ғой? Мақсатқа байланысты, көзқарасқа байланысты, сен егер негативні көретін болсаң, каждый нәрсені, сен негативні аласың. Өзіңе жинап жатсың, сен маған беріп жатқан жоқсың, сен өзіңе жинап жатсың да, каждый адам өзіне. Осы жерде андай неде бар ғой, анау, мысалы сен баяғыда рэп оқыдың ғой. Сол кезде таныстарың болды, рэпте, там достарың, нелерің болды. Солар көбісі ана мысалы, сол кей-поп басталғанда сол кездің рэп оқыған балалар сол кей-попта жүргенде ана сол рэперлардың өзі не қылды ғой, мыналар не болмайды ғой деп. Сондай нәрсе болды ма сенде, сол таныс рэперлар саған айтып, ескі мынауың дұрыс емес қой деген сондай әңгімелер болды ма? Теріс айналып. Анандай теріс айналған ешкім көрген жоқ, андай бүйтіп жүргенде көрдім. Мен анандай жігіттермен кездесіп қалдым. Той бизнесі жүрген. Чисто қазақи осындай качтар жасап жүрген, тойда жүретін. И дискуссия басталып кетеді, тағысын тағы осы ситуация бойынша қалай еді? Доказание болып кетеді да, мен бүйтіп жатырмын, мен сөйтіп жатырмын, сендер не беріп жатсыңдар деген сияқты. Сол кезде өзіңнің неңді ақталу проблема да, андай каждыйын айта бермейсің ғой, мына бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын деген сияқты. Ол адамдардың да өзінің көзқарасы бар, өзінің вниманиясы бар, өзінің жаңа тыңдайтын нәрселері бар. И содан кейін қазір қарап отырсаң, сол айтқан адамдар уже басқаша көзқараста ғой, байқайсыңдар ма? Уже түсінеді да, бұл деген творчество, образы деген нәрсе, потому что ол жаймен жететін нәрсе да. Жаймен жетеді, и адамдар потом айтады, осындай ма, оказывается, мен дұрыс емес ойлаған екен. Мен ойым тұжырымды өзгертемін, короче, деген сияқты. Жақсы. Аузын жауып тастадың мынаның десек. Енді Алқам Салтанат айымен араларында не бар десек. Қойып жүрсек. Әннің тарихын бізге айтып өтсең, жалпы ол ән не үшін жазылды? Ол хайп үшін жазылды ма? Кім ол десе жоқ. Жоқ, хайп үшін емес, кәдімгі ән ғой, просто жазылған. Просто анау ұсыныс менен түсті. Ол неге Салтанат именно Салтанат айтайын. Еме айтып алайын да. Айтып короче, біз тыңдап отырық, демосын жазып тастап, дауыс жаздық та демосын. Студия шақырып алдың ба? Жоқ. Демоны жаздық. Қасымда менің дос балаларым бар, видеограф Ақтауда. Солар шақырып алдым, мына трекке бірдеңе істеу керек, короче. Жасайық мынаған бірдеңе. Не істейміз, қалай түсіреміз. Сөйтіп отырған кезде бұған қыз керек деді, диалог болу керек мына жерде, короче. И сосын мен әнді қайттан тыңдадым да, өзім де солай уже қабылдап тастадым. Қайырмасына қыз керек. Сөйтіп қарашы мына жерге депті, окей, мама кіріп кететін қыз керек мына жерге. Сөйтіп біз Дана Кентаймен бізде хит деппін ғой, фит бар ғой. Ауызға шығып тұр ғой. Фит бар ғой. Жазған әннің бәрі хит. Дана Кентаймен бізде фит болғаннан кейін ұсынып қарадым, екінші лирика қылып қарайық деп та. Данаға бірінші да? Иә, ұсынып қарадым Дана Кентайға. Оған ұнаған жоқ. Маған бір тыңдағанына ұнамады деді. Келмейді маған деді. Иә, сосын енді мен көп нелерді іздедім, шынның керек әншілерді ше. Әнші қыздар, қызбен айту керек болды да біз айтын. Сөйттік та, неге өзіміздің Ақтаудың блогерімен айтпасқа? Салтанатпен.
Бұл да блогер ғой. Активі де жақсы. Иә, активі де жақсы. Аудитория алмасамыз коллаб болады деген сияқты. Жалпы ән өзін ақтады ма енді? Қалай ойлайсыңыз? Ақтап тастады, иә. Ақтап тастады. Ақтады ғой, ақтады. Клипте, әнде бәрі. Нешеде тұрды топта? Топта, менде топта ол 3-те тұрды. Бір әнім 1-де тұрды. Одан бір уақытта. Екеуі бір уақытта ютубта трендте тұрды. Әдемі. 1 мен 3-те тұрды. Күшті. Сондай, ол ән өте күшті шықты. Удачный шыққан ән ғой. Енді жалпы шығармашылық жолың туралы айтып өтсең, қалай басталды? Айта бер. Сол мектеп кезінен бастап өлең айтамын. Сөйтіп қатты қызықтым осы музыкаға. Бірақ өзімнің қатты ынжық болдым деп айта алмаймын. Тентек болдым, бірақ именно әнге келген кезде ынжық болдым. Бір жерде айтпай қаламын, мамаларым айт десе айтпаймын, короче. Сөйтіп өзім әндер жазам, бірақ ешкімге көрсетпеймін ғой. Тығып тыңдаймын, туалетке барып тыңдаймын. Даусыңнан ұяласың ба сол кезде? Жоқ. Типа Махаббат туралы жазам, прикинь, махаббат туралы жазам. Сен чувствоң біліп қойған қорқасың ғой. Иә. Мынанікі не махаббат, шірк деп айтады сияқты көрінеді да андай да. Көтіне қарамай. Иә, ешкім Типа приколдар ма? Мынау ғашық болып қапты. Иә. деген әңгіме. Бір жағынан андай ағайындардың үйіне барған кезде өлең айт дейді айтпайсың ғой, короче. Сөйтіп сол 2012-13-те уже ән жазып бастадым. Мен папам компьютер алып берген, мамам мен папам. Сөйтіп үйде центр болды, қара центр болды. Жалақ қойдым. Центрді алдым да, иә, бүйтсең, оны аяқтың астына қойып қойдым, бармақпен шығарып отырамын аяғын. Сөйтіп Саадин деген микрофоным болды. Саадин. Иә, Сара. Оны да тоже әке-шешем алып берді. Мен әке-шешем үлкен рахмет, қатты қолдайды мен. Сөйтіп сонымен бастадым енді. Әндер жазып бастадым, бірақ сол жағынан айтып өткендей, мен жазып жүрген кезде мен жаңа қараймын ғой, кімдері бар вообще рэп айтатын. Мен рэптен ешкімді тыңдамағам. Жақаудан басқа, сосын кім, МС Аса. МС Аса деген. Сен кәдімгідей нацелен ана поп музыкамен не қылды ма, көздедің ба? Жоқ. Рэп айттың ба? Вообще качиш біздер жақта хардкор. Айттым ондай, бірақ шығармадым вообще. Айттым, жаздым, качтың түр-түрін жаздым. жаздым. Негізі агрессивный емес қой, по идее. Сөйтіп, мен Жақау тыңдап бастадым. 24-7 қасында ма? Жақау тыңдап, мектепте хаус тыңдап жүрдік Жақауларды. Қатты тыңдадық Жақауларды. Респект, әлі күнге дейін тыңдаймыз. Жақау братан, легенда ғой. Соларға қарап, былай не істедім десем де болады ше. Соларға қарап, осындай жолға келдім десем де болады ше. Соларға еліктеп, солардан даже алдым десем де болады. Мына стильді ше, қазір айтып жүрген стилімді. Солардан қалған бір нәрсе деп ойлаймын ше миымда. Багаж. Иә, мотивтері, текстері, может Жақаудың әндері, ол сені сүймейді деген, хиджаптағы қыз деген сияқты. Енді алғам болашақта қандай жоспар? Әндер, жоспар көп бұйырса жасаймыз, Алла қаласа. Сол жаңа әндер, жаңа клиптер, жаңа бейнебаяндар. Енді подкаст қорытындылайық. Енді соңғы бір сұрақ бар, барлықтарың айтып өтсеңдер. Плейлисттеріңде не тыңдайсыңдар? Кім қазір плейлистте? Плейлистінде ма қара жүйін? Менде қарайыншы. Мен жалпы... Қарамайсыз. Иә, кімді тыңдаймын? Менде Алинасыр екен. Қазақ рэпінен бе, общий ма? Жалпы не тыңдап жүрсің күнделікті? Мен вообще меломанмын. Неоклассика бәрін тыңдай берем. Менде... Әртүрлі ше. Айтайын, менде плейлистте последний Алинасырдың 3 әні тұр екен. Прикинь? Осы 3 әнін қайталап тыңдап жүр екен. Алинасыр братан. Алинасыр мен Райымның сөз соңы. Алинасыр Алина Герц жауынгер. И бастау. Алинасыр Жақау Райым Тарлан Асет Масты. Алинасыр респект. Алинасыр братан, ассалаумалейкум. Камера түсіреді ма? Мен вообще музыка тыңдамаймын қазір. Мен чисто как демклиент тыңдаймын өзім. Өзің. Балдармен жазған, потому что анандай нәрсе да. Мен тек қана тиктокта отқан кезде, немесе ютубта отқан кезде кім қаяқта тренд шығып жатыр, мен соларды тыңдаған жақсы көремін. И соларды тыңдаймын да, олар неге өтімді болып жатыр, не үшін андай референс ретінде тыңдайсың? Референс ретінде тыңдаймын, бірақ маған шабыт желание ашатын нәрсе ана үлкен проекттер да, которые Голос, Got Talent, American Talent деген сияқты, соларға қараған ұнайды, соларда мен шабыт аламын да, в основном звучание жағынан, потому что ол жерде бәрі шынайы да, и бәрі берген кезде халықтың эмоциясын түсіреді, и ана нелер ғой, жаңадан келіп атқан адамдарда, и оларды колорит бөлек, короче, беріп атқан нәрсесі бізге
көптеген нәрсені алуға болатын нәрсе бар да, иірімдерімен. Мысалы Билли Айлиштің өлеңін айтып жатыр да, басқаша айтып жатыр, короче. Полушепотом ба, типа? Нет, не обязательно полушепотом, басқа манерада айтып жатыр да. И каверлерді сондай тыңдаған кезде мен өзіме түйетінім бар. Сондықтан да тек қана сондай нәрсені тыңдаймын. И в основном өзімнің дәмділерімді тыңдаймын, ішінде не өзгертуге болады, не жасауға болады деген сияқты. И вообще ВК Music болсын, Яндекс болсын тыңдамай жүрмін. Жоламан? Үш орындаушыны айтшы осында. Соңғы ма? Жанайган тыңдап жүрмін. Қазақстаннан Висконың жазған трегі. Мына жерге шығады қазір былай фк. Қайсы? Дастан Оразбеков ағамызға жазған. Соны тыңдап жүрмін. Сосын Ант па? Иә, Антты тыңдап жүрмін. Илхан тыңдап жүрміз. Деп айтпай ақ қояйын, хитпесем ол жа. Енді Алхам мынау жас орындаушыларға жалпы өзің бір қысқа нұсқа кеңесін айтып кетсең, жас енді бастап жатқан. Не айтамын жас орындаушыларға? Ән ұрламаң ешкімнен. Айтып жіберсең. Ән ұрламаң, мотив ұрламаң. Қара кесекпен салыстырмаң. Ондай ешкімге кеңес айтатындай пока ондайға кеңес емес, жалпы бір неңді айтып жүрсің. Пожелание. Өзіңнің неңден, тәжірибеңмен бір. Хит жазыңдар, күшті әндер шығарыңдар. Сосын ұзақ болып кетер, бірден айтпай ақ қояйын. Хит жазыңдар, болды. Хит жазыңдар, осы арнаға тіркеліңдер, комментарий жазыңдар, лайк басыңдар. Келесіде қандай қонақтарды күтесіңдер, комментарийге соның бәрін жазып кетіңдер. Сол. Ал жігіттер келгендеріңе рахмет көп. Рахмет, Еско. бір жеге бар тамақ ішейік, в общем. Сөндіріңдер. Болды. Все, рахмет жігіттер барлықтарыңа. Фото түсірейік, Бля, сигінге батыр, пиздес, прям толып қалды.